Қазақстандықтардың жұмыс істеуге деген құлшыныстары жоғары. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасына 27 мың ауыл азаматтары қатысуға ниет танытқан. Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары, алдымен тақырыптарға қысқаша шолу. 2015 жылдың алғашқы жарты жылында қазақстандықтарға 3 миллион мемлекеттік қызмет көрсетілді. Қазақстанға 500 инновациялық стартап тартылады. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасына 27 мың ауыл азаматтары қатысуға ниет танытқан. Бұл туралы еліміздің денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің мамандары мәлім етті. Министрлік тарапынан арнайы топтар жасақталған. Олар 620 ауылдық округты аралап, 93 мың жұмыссыз жүрген азаматпен кездесу өткізген. Мамандар жол картасы бағдарламасының аясындағы жобалармен наурыз айы мен шілденің аралығында 27 мыңнан астам адамның қызығушылығын оятқан. Өңір бойынша қарастырсақ, оңтүстік Қазақстан облысында 141, солтүстік Қазақстанда 121 және Алматы облысында 90 ауылдық округ қамтылған. Ең белсенді болғандары оңтүстік Қазақстан, Қызылорда мен Қарағанды облысының тұрғындары. Айта кетейік, елімізде министрліктің мамандарынан құралған арнайы 178 топ жасақталған. Құрамында 441 қызметкер бар. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша 160 жоба құпталған. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы бөлімшесі жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша ағымдағы жылдың 22 шілдедегі ақпарат бойынша 299,15 миллион теңгеге 160 жоба қаржыландырылды. Осы жылға жоспар 451,3 миллион теңгені құрайды. Қаржыландыру жалғасуда. Ақша бөлудегі мақсат сауда-саттықтан басқа өз ісін ұйымдастыру немесе кеңейту болып табылады. Сондай-ақ шара барысында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің мамандары ақпараттық технологияларды қолдана отырып, халыққа мемлекеттік қызметтерді ұсыну сапасын арттыру, әлеуметтік төлемдер мониторингі, бірінші жарты жылдық бойынша әлеуметтік төлемдер жұмысын талдау жайлы атқарылған істері жөнінде баяндап берді. Ағымдағы жылдың алғашқы 5 айында қазақстандықтарға 2,911,622 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Бұл мәліметтерді зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығында келтірді. 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында көрсетілген мемлекеттік қызмет 2,911,622-ні құрады. Оның 687,787-сі зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы арқылы көрсетілсе, 3931 қызметті халыққа қызмет көрсету орталықтары ұсынған. Электрондық үкімет порталынан 2,219,904 қызмет көрсетілген. Сонымен бірге, зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының қызметкерлері электрондық үкімет жүйесін дамыту және мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру мақсатында арнайы топтар құрылғанын хабарлады. Мамандардың жұмысы негізі ауыл халқына арналған. Соңғы 3 айдың ішінде аталмыш топтар 1407 ауылдық округты аралаған. 8399 қазақстандық осы топтардан зейнетақы және түрлі жәрдемақылар жөнінде кеңес алған. Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы 1997 жылы құрылған және ай сайын 6 миллион төлем жасайды екен. Қазақстанға 500-ден астам шетелдік инновациялық стартаптар тарту көзделген. Осындай жоспарлармен инновациялық технологиялар паркінде бөлісті. Аталмыш мекеме басшылығының айтуынша, мұндай көрсеткішке 3 жылдың арасында жету мақсаты қойылған. Біз 3 жылдың ішінде ТМД мемлекеттерінен 500 инновациялық стартап тартамыз деп ойлаймын. Яғни Сібір мен Украинадан, Белоруссия мен Балтық жағалауы елдерінен және Орталық Азиядан. Мұнан бөлек Ираннан және басқа да мемлекеттерден компаниялар ат басын бұрмақ. Сонымен қатар француздық мекемелер де бар. Бұл бізге жаңа бағыттарды іске асыруға көмектеспек. Олар еліміздің мұнайы мен көгілдір отынына, тау-кен металлургия кешеніне, ауыл шаруашылығы саласына және логистикаға қызығушылық танытып отыр. Қазір Қазақстан Иранмен қалай әріптестік орнататыны туралы келіссөздер жүргізуде. Бүгінгі таңда ақпараттық қауіпсіздік, мұнай өндірісі, жаңа энергетика бағыттары бойынша байланыс орнататыны айқындалған. Соңғысы Экспо 2017 аясында іске асатын көрінеді. Иранмен бірлескен жобалар отандық болуы тиіс. Инновациялық технологиялар қоры басшылығының айтуынша, трансұлттық компаниялар айналасында шағын және орта кәсіпкерлік дамитындай негіз болып қалыптаспақ. Осымен хабарымыз аяқталды. 24 KZ арнасымен бірге болыңыздар. Келесі жүздескенше.